ешқашанда халықтың үніне құлақ аспаған, санаспаған. Қазақстанды кедейшілікке алып келген, халықты қазір қудалауға салып жатқан, және де 30 жыл бойы елді адастырумен, алдаумен айналысып келген диктаторлық режимнің билік басындағы халық жауы диктатор Нұрсұлтан Назарбаев, және де оның қызы Дулига Назарбаева, Қасым-Жомарт Тоқаев, Мәсімов және басқа да сыбайластар өз еріктерінен отставкаға кетуін талап етемін. Олардың осы билікте жүргеніне қарсымын. билікті босатыңыздар. елімізде белең алған жемқорлыққа осы аты аталған министрлер, президент, депутаттар кінәлі. Қазақстан үкіметі халық алдында өз міндетін адал атқара алмады. істеп отырған істері халықтың көңілінен толмайды. 30 жылдың ішінде қазақ халқына ешқандай бір жақсылық жасамадыңыздар. еліміз үшін ешқандай нәтиже көрсете алмадыңыздар. Қазақстанның конституциясын аяқ асты қылдыңыздар. Бүткіл қазбабайлықта тонадыңдар. Бүткіл қазақты қайыршы қылып қойдыңдар. Қазақ өз жерінде өзі қайыршы болып жүр. Сендер өз халқына геноцид жасап жүрсіңдер. Қазақстан халқы уже қалай нашар тұратынын да білмейсіңдер. Ауылдық жерлерге барып та көрген жоқсыңдар. Сендердей ұрылар керек емес. Кетіңдер орнынан. 30 жыл елді қанап тонағандар. Болды, жетет. Халықты жылатып, күнәға батып атсыңдар. Ана қараңғы дүниеңді ойлаңдар. Диктаторлар келеді, кетеді. Халық қалады, халық мәңгілік. Ертең бала шағымыз басқа біреуге құлдыққа кеткен біз қаламаймыз. Біз демократиялық елде, азат елде бақытты өмір сүргім келеді. Келешек жастарға, келешек өмірге сенеміз, сендерге сенбейміз. Жастарға айтарым, біз саясатпен айналыспасақ, саясат бізбен айналысады. Болашақ біздің қолымызда. Бірігу керек. Егемен ел емеспіз бе? Сонда біршілігіміз қайда, қазағым? Бірігейік, қорықпа, тек алға қазақ, алға. Көше партия қосылыңыздар. Тек қана көше партиямен жеңіске жетеміз ағайын. Сау болыңыздар. Алға көше партия.